Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен меренговый рулет рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Сливки, творожный сыр, малина, жұмыртқаның ақуызы, сахарный пудра, кукуруз крахмалы және лимон қышқылы. Меренге дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымыз құрғақ болғаны жөн. Жұмыртқаның ақуызына шымшы тұз салып, миксермен 5 минут араластырамыз. 5 минуттай араластырып алдық миксермен. Енді сахарный пудрамызды біткенше бірте-бірте електен өткізіп миксермен араластырамыз. Кукурузный крахмалға лимон қышқылын қосып жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы миксерлеп алған жұмыртқаның ақуызына кукуруз крахмалын еліктен өткізіп, тағы да миксермен араластырып аламыз. Осындай меренговый масса болып шығу керек. Противеньді алдын ала дайындап, пергамент қағазын төсеп қойдым. Енді жаңағы массамызды саламыз. Меренгімізді духовкаға салмастан бұрын 150 градусқа қыздыртып аламыз. Сосын 130 градусқа азайтып 45 минут пістіріп алатын боламыз. Крем дайындайтын боламыз. Ол үшін сливкиға сахарный пудраны қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Творожный сыр қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Меренгіміз осындай болып пісіп шықты. Енді осыны толықтай суығанша қоя тұрамыз. Толықтай суыған меренгіні таза пергамент қағазына аударып алып, жаңағы пергамент қағазын аламыз. Дайын болған кремімізді меренгіміздің үстіне жағып шығамыз. Енді таңқурайымызды салып шығамын. Өзіңіздің дәміңізге қарай әртүрлі жидекті пайдалануға болады. Рулет қылып орап шығамыз. Достар, меренге рулетіміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп үміттенемін. Осы видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.